Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгін наурыздың 15-і. Біз жақта, оңтүстік жақта қар жауып тұр. Әлі күн аяз болып тұр, кішкене күн суытып. Бүгінгі видеода сіздерге өзіміздің ұстап отырған ешкілеріміз бен бір тоқтымызды көрсететін боламыз. Бордақта тұрған көбінесе шібіш лақтар, жетім қалған сондайларды осындай жеке ұстаймыз. Бордақылау алаңында, себебі көбінесе теке болғандықтан, серке болғандықтан, көктемде уақытта сірнеге, етке осы малдарды соятын боламыз. Сол себепті семіртуді, қалай семіртіп жатқанымызды соның бәрін сіздерге көрсете кететін боламын. Осы май айларында, мамыр айларында көбінесе сірне уақыты басталады. Сірненің сезоны десек те болады, былайша айтқанда. Оған көбінесе осындай ешкі, лақ малдарын семіртуді бастайды осы уақыттарда. Мен де сіздерге қалай семіртіп жатқанымды көрсете кетсем ба деп едім. Мына жақта өздеріңіз көрсеңіздер, 3 лақ, бір тоқты тұр, кішкентай. Мына жақта бір ешкі тұр. Бұл қысыр ешкі таза. Бұның тұрғанына 3 айға жуықтап қалды. Лақтарымыз тұрғанына да сол 3 ай, 3,5 айдың көлемінде осы бордақыда тұр. Осы жерде кешкі уақытта, бірақ бұндай жерде ұстамаймыз. Кешкі уақытта жылы қораға қамаймыз. Шөбіне келетін болсақ, шөбі бізде экспарсет жоңышқасы. Мынау кішкене бүгіндікке шірігені кездесіпті. Бірақ шірісе де өздеріңіз байқасаңыздар, экспарсет шөбін 100% жеп қояды. Сол себепті әрбір видеода сіздерге айтамын. Джея болсын, басқа жоңышқалар жақсы шығар, бірақ кішкене көгерулер кездесетін болса, оны жемей қояды. Сол себепті экспарсет егуге 100% кеңес беремін. Осындай ақырда, екі жағынан желінетін ақырда тұр. Бұрын бұл жерде бұзау ұстайтынбыз. Қазіргі таңда ауа райының қолайсыздығына байланысты осылайдан ешкі ұстап отырмыз. Себебі бұзауға обал, суық болғандықтан асты езіліп кетіп, ертеңгі күні денсаулығы жоғалып кетеді. Сол себепті осындай ашық алаңда таңертеңгісін ғана ұстаймыз осы жерде. Ақырын еніне келетін болсақ, ақыры бізде ұзындығы 2,5 метр, бір жағы 3 метр. Есік ашылуына ыңғайлы жасағандықтан бір жағын қысқа 2,5 метр жасадық. Ақырдың биіктігі бізде 40 сантиметр. Жалпақтығына келетін болсақ, жалпақтығы 1 метр. Осылайынан ақыр міне қолдан жасалған. Үстіне мойнын қажамасын деп ағаштың орнына темір шегелегенбіз. Темір мықты болғандықтан сындырып ертең ондай мәселелер болмайды. Сол себепті үстіне темірден жасадық. Ақырдың қоршауына келетін болсақ, үйде бар темірлермен қоршағанбыз. Бер жағын кейінне шестеркі проволокамен 6-лық. Соны бір-біріне бекітіп, сваркілеп, сол арқылы осындай қоршау жасап шығардық. Әр қоршаудың ортасының ұзындығы 15-тен 25 сантиметрге дейін. Үлкен үсті жағын 25 жасадық, астын 15 жасадық. Себебі асты жағынан көбінесе ұсақ малдар өтіп кеткендіктен, ал үсті жағына бәрібір бойы жетпегендіктен осындай қып 25 қып жасадық. Ал бордақымыздың жем шөбіне келетін болсақ, осындай ыдыспен 2 уақыт жем береміз. Бір-бір шашкіден. Бір-бір шашкі дегеніміз 3 килограмм жем жейді. Күндіз 3 килограмм, кешке 3 килограмм осылар жем жейді. Мұнда қазір 5 бас тұр. Бұрын 8 басқа дейін тұрған. Жартысы сойылды, сатылды, содан азайып жатыр ақырындап. Достар, осындай бордақы. Келесі видеода қой бордақылауды көрсететін боламын. Көбінесе мен қазіргі таңда ұсақ малдан ірі малға көшіп жатырмын. Себебі жайылым мәселесі болғандықтан қой малын көбінесе бағып ұстау керек. Қыс уақытында шөп мәселесі бойынша. Сол себепті көбінесе сиыр малына көшіп жатырмын. Қой малынан. Қой малы көбінесе ол жайылыммен шығатын мал болғандықтан ұстағаннан кейін көп бас ұстау керек, немесе мүлдем ұстамау керек. Осындай бордақы. Сіздермен болған Агро каналы өздеріңіздің өңірлеріңізде қойдың, ешкінің, лақтың бағасы қаншадан болып жатыр, соны жаза кетіңіздер. Еттің бағасы қаншадан болып жатыр, барлық комментарийлерді оқып, міндетті түрде жауап беруге тырысамын.
тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, соны қоя кетіңіздер. Малдың ауруларына қатысты, дәрілерге қатысты. Жақында осы 2-3 дәріге видео шығаратын боламын. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, жазылып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Сіздермен болған Агро каналы келесі видеода кездескенше.